Бейімбет Майлин, Шұғаның белгісі. Әбдірахман ойыннан көңілсізде болып қайтты. Шұғамен сөйлескен сөзін жай күйін айтып мұңайды. Осы менің кедейлігім-ау, бай баласы болсам, Шұға сөзсіз қабыл алар еді деді. Әзілдесіп тұрып Әбдірахман көңілін білдірсе, Шұға түсінбегенге салыныпты. Салған жерден бола қоймады деген мұныкі де тентектік қой. Қалтасынан бір бүктеулі қағазды алды да, мына хатты Шұғаға жазып отырмын. Менің ойым, Шұғамен көңіл қоссам, алып қашып кету еді. Болмаса 1000 жылда Есімбек маған қызын бермейді де, және оған беретін менде мал да жоқ. Не жауап қайтаратынын қайдан білейін деп күрсінді. Ажарында бір түрлі кейістік бар еді. Хатты ашып оқыды. Құдай берген өлеңді аясын ба, ұзыннан ұзақ жазған, сондағы Шұғаға жазған хаты. Сіз бір айсыз, нұрландырған аспанды, буландырған, уландырған жас шанда, біз бір ғаріп паналаған саяңда, жас жүректе мықты жара басталды. Кірді нұрың, отты жақта ішіме, көтерем деп сене алмаймын күшіме. Бірінші зар шықты тілден мұңданып, бұдан бұрын айтылмаған кісіге. Жас жүректің жалқынды деп тілегі, жарамдысын сізден қалап тіледі. Әзіріне үміт қаптың тауындай жазмыс түрін жауып қайтса біледі. Минут сағат, күндік айлық қол емес, тілейтінім, жүдейтінім ол емес. Көрсе қызар, антын бұзар қылжақпас, тұрлауы жоқ, әсіре қызыл мен емес. Бір көргенде сыйқырланып ақыл ой, бал сөзінде қалды ынтам бір қанбай. 40 бүктеліп келсе қатың тұмардай, жылы жүзбен көңілді жай қылардай. Болат деген жалғыз ауыз сөз тапсам, көңіліме сақтар едім құрандай. Түсте қойдан келгенде Базарбайды шақыртып алып хатты бердік. Шұға жауап жазса, тоқтаусыз әкеліп жеткіздедік. Әлі есімде. Біздің үйдің сыртында бір кішкене көгалды барды. Ауылға келген қонақтың бәрі атарқандап, шалғынын жапырып тастаған. Көгалдың түстік жағында ыстықтан шыбындап жатқан қойлар, бірен-саран кісілер шыжыған ыстыққа қарамай қойын құрттап, жабағысын қырқып жатыр. Әбдірахман қайда кеткенде біздеп жүрсем, қойдың қотанының жел жағында шалғынға бауырын төсеп, көгалдың ортасында жатыр, қасына келіп. Әй, Батырау, мұның не дедім? Қайтейін, үйде отырғым келмеген соң жатқаным ғой деді. Бір түрлі қалың ойға шомып, екі көзі елдің сыртында бірдемені күткен адам секілді. Не күткені белгілі, Базарбайдың келуі. Шұғаның хатты қалай қарсы алары белгісіз. Бұрынғы қалпын істесе, оқымастан жыртып тастайды. Оны Әбдірахманның өзі сезетін. Хат жіберуге 2 оқты болған соң мен демеп жібердім. Өйткені ойында оңаша сөйлескенімде, атаққа шыққан жігіт қой, хат жазып көрсін, онша теріске кетпес деп, Зайкүлдің айтқаны барды. Жаңа бір сөзінің ретінде, тентек-жан осы жігітті аузынан тастамайды деп сездіріп еді. Әйел жанын әйел біледі ғой. Әрі сырлас жеңгесі, бір амалын табар деп мен Зайкүлге сеніп едім. Әбдірахман көпке шейін үндемей жатты. Күн ыстық, жұрттың бәрі көлеңкеде, мен сөз бастадым. Шұға қайтер екен? Қайдан білейін деді, күрсінді. Үміт аралас уайым көз жанарында ойнап тұрды. Біз орнымыздан тұра бергенде, Есімбектің ауыл жағынан жүгіре басып келе жатқан Базарбай көрінді. Әбдірахман бәйек тауып тұра алмады. Жақындаған сайын Базарбайдың бет ажарына қараймыз. Арсалаңдап күліп жетіп, етігінің қонышынан бір жапырақ қағазы шығарып, Әбдірахманға берді. Қолы дірілдеп, Әбдірахман ашып оқыды. Құрматлы мырза, Әбдірахманға сәлем, соңында айтарымыз. Хатыңызды алдық. Қазір пәлендей жауап бере алмаймыз. Айыпқа бұйырмаңыз. Жазушы Шұға. Әбдірахман тұнжырап отыра кетті. Баладан ауызекі сұрай бастадық. Үлкен үйінде отыр екен. Жеңешем шақырып жатыр деп далаға шығарып алып хатты ұстата беріп едім. Ай, қағыңғырау, мұның не деді? Оқысаң білесін деп едім. Бетіме қарап жымиып күлді де ашып оқыды.
сосын қалтасына салып отауға барды. Мен арқасынан қалмадым. Қағыңғыр, кетсейші, жұрттың қатын тасып осы сені мазамда алдың ғой деп тағы күлімсіреді. Бұрын хат бергенімде ашуланып жыртып бір-екі күнге дейін маған қымыз бергізбей жүретін. Бұл жолы ондай ашу шақырмаған соң дәмеленіп, әпке, жауап жазып берсейші, ешкімге сездіртпестен апарып берейін деп жалындым. Кішкене отырды да осы қағазды жазып берді, деді Базарбай. Хатында ашық жауап бермесе де, баланың айтуымен Шұғаның ыңғайын байқадым. Енді Шұға құтылмайды дедім. Әбдірахманның ажары кірің-кірейін деді. Хат жазысқан соң көп ұзамай Әбдірахман Шұғамен жақындасып кетті. Бірін-бірін сүйгендігі сондай. Аз уақыт көрмесе ынтық болып өле жаздаушы еді. Екеуі де менен сырын жасырмайды. Есімбектікіне қымыз іше қыдырып барсам, Шұға жайраңдап қоя береді. Оңаша жер болса сұрайтын Әбдірахман. Жолдасыңыз қайда? Өне бойы бір елде жата беру оңай ма? Еліне кетіп Әбдірахман 10 шақты күн кешіксе, Шұға мазамдалады. Неғып келмей жатыр? Хабар білдің бе? Аман бекен? Әбдірахман мен Шұғаның арасындағы сүйіспендік бірден бірге жайылып, бүкіл ел хабарланды. Жалпы жұрт пәлен демегенімен Айнабай тыныш қалмады. Шұға мен Әбдірахманның көңіл қосқан қалпын есіткенде Күлзипа жылапты деп қатындар өсек қылып жүрді. Үміттеніп жүрген адамы қызын менсінбей тастап кеткен соң Айнабай не қыларын білмей Есімбекке хабар тигізіпті. Қызы бұзылды, Әбдірахманмен бір күні кетейін деп жүр деп. Есімбектің үй іші естіп бұлан-талан болыпты. Шұға не қыла қойсын? Таздың ашуын тырнадан алып, Базарбайды айдап шығарып жібереді. Мені үйінің маңайына жуытпайды. Көптен көші болған ел едік. Арамызға салқындық түсірме деп, шалдар үгіттеп Әбдірахманды жолынан тайдырмақ болды. Әбдірахман бәріне де Шұға айныса амалым жоқ. Егер Шұға сөзінде тұратын болса, не қиындық болса да көрем, алмай тынбаймын деумен болды. Орысша оқыған дінсіз неме көптің сөзін аяқасты қылды деп шалдар Есімбектің жағында болды. Әбдірахманды жақтайтын кілең жастар. Жататыны біздің үй, жұртта да дін жоқ қой. Ақсақалдарға қарсы болған адамды үйінде сақтады деп менің басымда іске байлады. Есімбектің жоғалған атын мен ұрлады қылып, бір бұзаулы сиырымды төлеуге әперді. Көпке топырақ шашасың ба? Құдайдың салғанына көндікте отырдық. Көптің талқысы қиын ғой. Соңғы кездерде қорқытайын деді. Есімбектің балалары бірнеше бозбалалармен түн болса аңдайтын болды. Қолдарына түссек жоқ қылып жіберуі шексіз еді. Бұрынғыдан гөрі қатынау сирей бастады. Шұғаны сағынғанда Әбдірахман өлең айтатын болды. Жаным сүйіп жарым деп сеніп едім. Құрбандыққа басымды беріп едім. Айтылған сөз уәде сертім үшін ат сабылтып Шұға жан келіп едім. Бұрын жақын ауылың алыстады. Аңдып жүрген бір дұшпан қалыспады. Екеумізді ынтық қып екі жақта тағдырдың неге мұнша қарсықаны. Айнабай Есімбекті құтыртқанымен қанағаттанбай Әбдірахманды басқа жөнмен мүдіртуге де кіріскен. Түріктерге жасырын ақша жинап жүр деп Әбдірахманның үстінен арыз беріп жүр деген еміс-еміс хабарды естіп шошынып жүрдік. Әбдірахман ойына еш нәрсе алмады. Біздің үйде жатты да қойды. Ертеңді кеш азабы, Шұғаға қалай жолығу, қалай сөйлесу, бұрынғыдай хатты таситын Базарбай да жоқ. Зайкүлді екі бастан көре алмаймыз. Әй, қиын болды-ау. Бір күні кешке жақын ауылдың сыртында белеске шығып отырдық. Бетіміз Есімбектің ауыл жағында. Көз ұшында бұлдырап көрінген адамдардың әйел екенін, еркек екенін айыра алмаймыз. Есімбектің үйі ауылдың орталығында. Сол маңайда жүрген адам Әбдірахманға Шұға болып көрінеді. Екеумізде үн жоқ. Ол Шұғаны, мен Зайкүлді сағынам. Ұзамай өрістегі сиырлар жыбырлап елге қайта бастады.
жаппастардың маңайы лек-лек болып түйемен толы. Ауыл іші маңыраған қой, мөңіреген сиыр, шұқыраған жылқы, ағытқан құлындар ойнақтап шаң аспанға шықты. Бәрін де көрдік, бәріне де көңіл бөлгеніміз жоқ. Ой басқа. Әбдірахман сөз бастап: «Шұғадан бүгін хат алдым-ау» деді. «Не жазыпты?» «Сағындым» депті. Үйдің ішінің бәрі де қарсы көрінеді. «Басым қатты ғой, құтылудың амалы не?» депті. «Жаздым, кетейік дедім. Хатты жіберетін адам табылмайды ғой. Егер анық уәдесін алсам, ұзамай кетер едік». Біздің әңгімеміз аяқтала бергенде екі ауылдың ортасындағы ағытқан қалың жылқының арасынан жіңішке жолмен шаңдатып бір паратты шыға келді. Жүрісі қатты, асығыс адам секілді, арт жағында жалбаңдап шоқытып келе жатқан бір салт аттысы бар. Бір сөзді қойып арбалыға қарадық. Жақындаған сайын адам айқындалды. Біреу орыс секілді, менің жүрегім тас төбеме шықты. Қалтырап кеттім. Дағда отырғанша үйге барайық деп едім. «Жоқтан қорқасың-ау» деп Әбдірахман күлді. Арбалы ауылға төніп келіп, біздің үйге бұрылды. Көшірі бір жас жігіт, қатар отырған екеудің біреуі орыс. «Құдай ұрған шығар» дедім. Әбдірахман да сұрланыңқырап кетті. Аяңдап үйге қарай жүрдік. Орысы қарғып түсіп, осыма деген адамға ұқсап бізге қарсы тұра қалды. «Әбдірахман кім?» «Мен». «Айда кейін, болысқа барамыз» деді орыс. Стражник екен. Мойнында қылышы, маңдайында жарқырауығы бар. «Мені қайтесің?» деді. «Мен білмеймін», пристав шақырды. Қарсыласар дәрмен жоқ. Естен танып қалдық. Жалма-жан атты жектіріп, мен алып жүрмекші болдым. Ауылдың 80-дегі шалы, 8-дегі баласына шейін жиылды. Бәрі де тамаша көрді. «Әй, жұртта да дүн жоқ-ау». Менің әжем Әбдірахман үшін ботадай боздап жылап жүргенде, айызы қанған адамша табалап насаттанып тұрғандары болды. Есімді білген соң Әбдірахманға біраз жолдас болдым ғой. Құдай біледі, қазақ баласына инедей қиянаты жоқ еді. Қадір білетін жұрт қайда. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.